бусинки, чка-палочки және де неше түрлі лазерлер қынапты күшті қылып тарылтып тастай ма? Дәл осы тақырып туралы бүгін сіздермен мен доктор Сейіт Жаппарова сөйлесетін боламыз. Ассаламу алейкум, менің ең күшті, ең мықты оқырмандарым. Сіздерге де осы тематика қызық қой на самом деле, да? И бүгін осыны нақты білетін боламыз. Қаншалықты бұл бізге пайдалы және де қаншалықты бұл бізге зиян, да? Әрқайсысына жеке тоқталайық. Себебі қазіргі уақытта маркетингте жүрген бізде чка-палочки, бізде жүрген бусинкелер мұсылманский бетте сатылатында, басқаша бізде неше түрлі тренажерлар, одан бөлек бізде бар лазерный аппараттар, да? И одан кейінгісі бізде плазмолиптин, плазмогель, PRP, филлер, тағы басқа түрлері. И тағы да бізде бар нәрсе бар, нитевая пластика. Қайсы қандай, да? Жалпы менің жеке көзқарасым. Дәл осы маркетингте мен де жүргендіктен, былай айтқанда 80-90% оларда проблема не екенін нақты айтуға болады, да? Біріншісі, бусинки бізге абсолютно пайдалы деп айта алмаймын. Хотя ол мұсылманский магазин сатылса да, оның да құрамы прям күшті қылып тарылып тастайды, и бүкіл выделениеңден бүкіл миоманты, геройы бәрін емдеп тастайды деп айта алмаймын. Сол себептен бұл өте үлкен вопрос, конечно. Екіншіден, бір ғана какой-то дөңгелек нәрсе бүкіл емдеу мүмкін емес, яғни Аллахтың қалауымен чудо болып кетпесе, на самом деле бұндай нәрсе болмайды. Сіздің құрбыларыңыздың ішінде дәл осындай бір неше түрлі нәрселермен қолданып жүрген адамдар бар ма? Бар болатын болса, міндетті түрде осы видеоны бөлісе кетіңіз. Ал қайсы мықты әдіс екенін білгіңіз келетін болса, онда біздің Инстаграмдағы парақшаны жоғалтып алмаңыз. Постоянно сторис бақылап отыру керексіз. Екіншісі бұл чка-палочки. Бұл не? Тура осындай тұрған палочки ішінде мусорға толы химикаты бар. Когда оны аламыз, қынапқа осыдан салып қоямыз, ол ериді. Қынаптың сыртына мына жеріне аппақ оболочка қойып береді. Естественно, ол бізді құрғақтықтың қызметін атқарады. Не істейді ол? Қынаптың бір қабатын күйдіреді. Вот, слиз ол қабалап, сол қынаптың бір қабатын полностью күйдіреді ол нәрсе. Күйгеннен кейін, естественно, мынау қатып тұрған нәрсе кіру қиындау болады, құрғақ жерге кірмейді. Даже сіз қолып тұрсаңыз, ол жерден слиз сыртқа қарай шыға алмайды. И соны біз өзінше ойлаймыз, меге тарылып жатыр деп. Ол же тарылған ештеңе жоқ. Просто мына құрғақ қабат пленка сізді ішке кіргізбей тұр. Болды, басқа ештеңе жоқ. Пайдасынан зияны мен лично өзім көргем рак влагалища. Осы чканың асқынысы бұл рак влагалище болады. Тура содан неше түр тағы да маздар, свечи деме, жаңағы әйел бақыты бірдеңе деген сияқты нәрселер бар. Ол нәрселерді біздің бір гинеколог істеп көріп, тоже самый астын күйдіріп алған жайы бар. Поэтому бұл дүниелер мүлдем көмектеспейді. 100% көмектеспейді. Естественно, 100% бұл сізге зиян. Үшінші әдісіміз бұл бізде лазер. Лазер деген нәрсе не? Да? То же самое осындай ұзын аппарат, который темірмен өзінің лазерін салып қояды, сол арқылы тартады тұрады. Бұл не? Бұл уақытша күйдіру болып есептелінеді. Қанаттың қан айналымын реттеп онда ештеңе істемейді, просто мынаны тарылуына көмектеседі, ісіріп қояды. Уақытша нәрсе. Бұл лазер элементарно өзінің бізге зиян екенін білесіз, иә? Сырттан түсіргеннің өзінде. Ал лазер одан несі ультрафиолеті көптеу дүние. Қалай ол сізге пайдалы болады? Сонымен қатар эффект мен 100% күшті болады деп айта алмаймын. Может быть 50% көресіз, но все равно бұл сізге пайдасынан зияны көбірек, да? Сондықтан бұл нәрсені түсінбеймін. Одан кейінгісі бар бізде плазмолифтинг. Плазмолифтинг қынаптан қан айналымын жақсартуы мүмкін. Егер сіз туынбаған, босанбаған, немесе 1-2 ғана балаңыз бар, немесе 5 балаңыз болса, қынап әлі қатты кең болмаған болса, онда сізге көмектеседі. И постоянно витамин ішіп жүрген адам болсаңыз. Ал уже кететін жаққа кетіп қалған, уже тумасаңыз да ауызы керек етқан адам сондай бір қынап болса, уже кеңейіп кеткен. Явно бұл жерде уже плазмолифтинг көмектеспейді. Екіншісі бар, бұл бізде плазмогель деп аталынады. Яғни лифтингке қарағанда қою қомалжың зат. Бұл адамның өзінің қаны өзіне салынатында, бұл жерде зиян ештеңе жоқ. Пайдасы болмаса, бұл жерде зияны жоқ. Себебі ол плазманы даже литрлап құяды. Сіз когда комада жатаңыз, тағысында бірдеңе болған кезде, ол литрлап құйылады даже. 200 мл, 500 литрлап құйылатын кездер болады. Неге? Себебі жас клеткалар өмір сүріп кету үшін, яғни тромбоцитарная масса болды. Ал кішкентай нәрсе, сол меншікті жерге салынғанда, ол да жақсы көмектеседі. Бірақ бұнандай қанаттағы бүйтіп қызықса тарылтып қоймайды. Бұл точно маркетинг. Өйстіп тұрған нәрсе сәл болса жүйреді. Одан кейін тағы осылайынан осы көрпеден әкелуі мүмкін. Одан ары қарай прям саусақ сыймайтындай, ойбай дейтіндей нәрсеге явно әкелмейді. Егер сізде жаңағыдай өзі негізі тарлау болатын болса, онда қалыпқа келтіру. Себебі плазмолифтинг на самом деле істеу керек. Жылына 3 рет әлі қынабы былшылдап, қаты жаңағыдай кеңейіп кетпегендер. Опушениесі жоқтар, қынабы яғни түсіп кетпегендер.
Тағы бір нәрсе бар бізде, ол қазір филлера. Филлера мен өзім істемеймін, потому что ол нақты халал харам екені анықталмаған біріншіден. Екіншіден, ол қандай да бір хайуаннан істелінетін болғандықтан, ол хайуан может быть шошқа болуы да мүмкін да, потому что ол Россиядан шыққан дүние. Сол себептен мен филлерге мүлдем отказ берген адаммын. Айта алмаймын, то, что харам халал, но нақты мен білмегендіктен, пока что мен мүлдем істемеймін, мен қорқамын. Себебі біреу үшін жауап бергім келмейді. Себебі ол инородный, біреудікі, бөгденікі, өзімдікі емес. Тура сол филлер сізде тоже максимум 6 айға көмектеседі. Тұрғанда плазма гель тура сол 6 айға көмектеседі. Разница жоқ ол жерде. Наоборот, филлер көп аллергия беруі мүмкін, чем плазма гельге қарағанда да. Ну, эффект екеуінде бірдей болады. Одан кейінгі шыққан дүние бізде нитевая пластика. Нитевая пластика бұл қынаптың төменгі жағы, который бізде разрыв болатын жерді тарылтып тігіп қою. Одан сізге қандай пайда, егер мынаның ішінің бәрі кең дүние болса, бізге кіреберісі ғана маңызды емес қой, бізге полный тарылту керек. Біз қынапты ойлаған кезде көбінесе қынаптың жан-жандағы бұлшықетті ұмытып кетеміз ше. Мысалы, вот сізде мынау қынаптың мына жан-жанында не бар? Тоже бұлшықет бар. Енді бізде қынап тек қана алдымен төменгі қабатымен тек үстіңгі қабатына түсіп кетпейді ғой. Бізде мына жан-жандағыда бізде бұлшықеттер бар. Дәл осы бұлшықет былайынан екіге айқасып тұрған андай бұлшықет бар. Міне үстіп тұрған бұлшықет бар. Кішкене бір-бірінен осылайынан алыстау. Осы бұлшықет бізде созылып қайтадан жабылады. Былайынан созылады, қайтып жабылады, созылады, қайтып жабылады. Бірақ босану кезінде біз дұрыс тыныс алу техникасын сақтамаған кезде көбінесе де жаңағыдай көбінесе витамин жетіспейді, D3 витамин С жетіспеген кездерде, С витамині, естественно, кальций, D3 кальций жетіспеген кезде, қатты бірден күшен жүрген кезде үстіп ара қашта тұратын нәрсе былай жыртылып кетеді. Міне ажырап кетеді бір-бірінен. Болды. Сөйтіп мына жерде тұрған бұлшықет созылып бүйтіп сыртқа қарай шығайын деп уже іші бір не сияқты созылып кете беретін бұлшықет сияқты болып кетеді. Енді естественно сіз мынаған хоть не істеңіз, қалаған нәрсеңізді істеңіз. Плазма гельде, лифтингде, тренажер бәрін құйыңыз. Бұл қайтадан келіп өзіңіз бүйтіп тұрып қалмайды. Осы жанда бұлшықет ойлау. Оған не істейміз? Қазіргі уақытта оған тек қана кольпоперинеопластика немесе вагинопластика. Вагинопластиканың да өкінішке түрлері өте көп. Көбінесе бізде вагинопластиканы бүйтіп істейді. Кәдімгі Құдайдың разрыв болғанда тігетін жібін атып, іштің бәрін тігіп шыға салады. Жоқ, вагинопластика деген мүлдем ондай нәрсе емес. Вагинопластика деген нәрсе кәдімгіні бірінші қабатын ашып, астындағы кедің емес еттерді тігіп, екеуін бір-біріне біріктіріп, әдемілеп, көктеп тігетін нәрсе. Мысал ретінде, сіз үстіңізге көйлек қалай болсын, солай кие саласыз ба? Әлдені көйлектің тігістері әдемі болып түскендерін киесіз ба? Тура сол сияқты. Егер тігісі бейте-бейте бір жер тігіліп, бір жер тігілмесе не болады? Ол не качественный, әдемі де шықпайды. Одан явно сіз кимейсіз да. Қынап та тура солай. Оны тігу мастерлері в данный момент бізде санап аралықта, қолымызбен. Мен бірақ лишний раз өзім көрген жоқпын, прям барып күшті оқып келіп отқан врачтарды, конечно, но өте аз бар, жоқ емес біздің Қазақстанда алхамдулиллах, но аз да. Сол себептен ұрынып қалмау үшін конкретно адамды зерттеп бару керексіз. А тот, который косметологтар өтірік сізге вагинопластика, олар явно вагинопластика істеп тұрған жоқ бұл жерде, себебі оның не екенін өздері түсінген жоқ, да. Бұл кімдерге істелінеді вагинопластика? Егер сіз уже туатыныңызды туып болдыңыз, бұдан кейін туатын болсаңыз, туатын ойыңыз жоқ болса, лучше сондай вариантта. Біріншіден, екіншіден, егер туатын болсаңыз, кесар бармен туасыз. Себебі өзіңіз туға болмайды. Тағы бір нәрсе ұмытпау керек, вагинопластика кезінде жалпы вагинопластика тек қана қынапты тарылту үшін емес. Естеріңізде болсын. Неге? Себебі сіз кіші дәретті ұстай алмайтын болсаңыз, сол мочеточникті жоғары тартып тігу үшін, чтобы сіз 50-60 жасқа келгенде зәріңіз өзінен шығып кете бермеу үшін істейсіз вагинопластиканы. Көтеніңізді бүйтіп қысамайтын болып қалсаңыз, уже көтеннен жел шыға берсеңіз қысамайсыз, уже жүрген жеріңіздің бәрінде ұяласыз да. Сол кезде сіз вагинопластика істеу керек боласыз. Тура сол сияқты сізде көтеніңізде жаңағыдай үлкен дәретті де ұстай алмай қалатын кездер болады. Сондай жағдайларда міндетті түрде вагинопластика істеу керек. Ендеше сіз қай дәрежеге барғыңыз келеді? Ал осылардың бәрін ешқайсысын істемей алдын алуға бола ма деген сұрақ келетін болса, әрине. Ол үшін сіз міндетті түрде желательно 18 жастан бастап, немесе қазірдің өзінде витаминіңізді ішіп, ертерек жаттығу жасап бастау керексіз. Ал уже опущение сізде 3-ші, 4-ші дәрежеден ары қарай кетіп қалған болса, жаттығу, конечно, сізге көмектеспейді. Бірақ оны сіз все равно істейсіз. Даже операция кірсеңіз де істеу керексіз. Қайдан всегда әдемі қылып тұрсын. Себебі бұл жердегі бұлшықет созылмалы бұлшықет. Тіксе де қайтадан созылып кете беретін бұлшықет. Сол созылып кете бермеу үшін сіз постоянно витаминіңізді жаттығу жасап отыруыңыз керек. Жаттығу қайсы? YouTube-тағы ма? Әрине жоқ.
ол жаттығумен наоборот хуже қылып жіберуіңіз мүмкін. Егер ютубтағы жаттығу болса, сіз зачем оны басқалар алып сатып отыр? Естественно, ол жаттығу ондай емес. Яғни сіз конкретно дұрыс тыныс алу техникасынан бастап, диафрагмамен кіші жамбас бұлшықетін, бағынатын, бағынбайтын бұлшықеттердің бәрін реттеп болмайынша сіз нақты жаттығу жасай алмайсыз. Сондықтан толық ақпарат қандай жаттығу білгіңіз келсе, мен сізді Инстаграм парақшада күтетін боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған доктор Сейітжаппаровна.